ең басты мүмкіндік жастарға, жалпы қазіргі кездегі адамзатқа ең басты мүмкіндік ол интернет. Біз интернетте тек қана Reels немесе YouTube ақтарып, Instagram қарауға ғана қолданып жүрміз көбіміз, немесе TikTok қарауға. Ал бірақ интернет бізге үлкен мүмкіндік береді. Қазіргі кезде кез келген саланы 4-6 айдың ішінде толық болмаса да маңызды тұстарын үйреніп алуға болады деп ойлаймын. Сол ең үлкен мүмкіндік. Және де ақпарат. Білім емес, ақпараттың көптігі. Ақпараттың барлығын интернеттен табуға болады. Бұл үлкен мүмкіндік. Сіз интернетте өзіңіздің бағыңыз деп білесіз бе, сорыңыз деп білесіз бе деп осы жерде кішкене ақылды болып қойық. Қателіктерге келетін болсақ, ең басты бірінші қателік ол жылдам нәтиже күту. Мысалға, ағаш ексең, оның да өзінің өсетін уақыты бар. Дәл сол сияқты кез келген істің, еңбектің нәтижесі оған жету үшін уақыт керек. Сондықтан егер сенің өзіңнің ісіңді дұрыс деп сенсең, сенің өзіңнің ісіңді нәтиже береді деп сенсең, тек қана жасау керек, сол кезде нәтиже болады, ол бірден болмайды. Ал екінші қателік ол еліктеу деп ойлаймын. Бүгін ғана Reels көрдім, сол кезде бүйтіп айтады. Мына гүл беріп, шетелге демалып, көлік алып, машина алып, тағы да басқа дүниелер, оның барлығы контент дейді. Ал олардың арасындағы қарым-қатынас, жұмыс, зарплата, кредит, ұрыс-керіс, оның барлығы өмір. Бірақ бірде-бір адам өзінің өміріндегі болып жатқан дүниелерді ашық көрсетпейді. Тек қана контентті ғана көрсетеді. Дәл сол сияқты жастар болсын, адамдар болсын, сол контентке еліктейді да, өзінің өмірімен салыстырып, көңілдерін түсіріп жатады. Сондықтан ешкімге де еліктемеңіздер. Тек еліктейтін сіздерде бір-ақ адам болу керек. Осы орайда бір мысал, Оскардың марапаттауы болады. Оскар деген бүкіл әлем бойынша кинолардың сол кезде Мэтью МакКонахи шығып айтады. Мен өзімді салыстыратын бір-ақ адам бар. Ол өзім 5 жылдан кейінгі мен дейді. Яғни өзіме бір бағдар және де сипаттар қоям. 5 жылдан кейін мен қандай болуым керек, өзім соған қарай бағыттаймын. Менің салыстыратын адам ол кешегі мен. Яғни кеше мен қандай болдым, мен бүгін қандаймын, ертең 5 жылдан кейін қандай болам. Сондықтан өзіңізді тек өзіңізбен ғана салыстырыңыз, интернеттегі контент тағы да басқа дүниелермен салыстырмаңыз. Өз саласында дамығысы келетін адамдарға кеңес беретін болсақ, ең бірінші мән табу керек. Мысалға, сен ештеңе істемей жүрсең, бірінші мән табасың, және сол мәнге қарай өзің әрекет жасайсың, іс табасың, қызмет табасың, кәсіп табасың деген сияқты. Немесе кәсіп жасап жүрсең, бір нәрсе ойлап жүрсең, содан өзіңе мән табу керек. Ал енді дамығың келсе, мысалға, сен аспаз болғың келеді. Бір дәмханаға барасында аспаз болып бірінші қызмет атқарасын, одан кейін өзің жеке дәмхана ашуға тырысасың. Немесе сен үлкен кәсіпкер болғың келеді. Сол кәсіп бойынша барып жұмысқа тұрасың, сол жұмыстың маманы болып аласың, одан кейін жеке кәсіпке кетесің. Сондықтан бірден үлкен жетістікке жетіп, бірден үлкен кәсіп ашып кетіп, немесе бірден үлкен адам болып кетем деу, ол менің ойымша қателік деп ойлаймын. Қолыңнан келсе істе, дегенмен бірақ астынан нөлден бастап солай көтерілуге болады. Енді біздің қандай кітап оқуға кеңес бересің деген сұрақ, ол негізі қазіргі біздің бақыт деп ойлаймын. 7 кітап бар, және де осы 7 кітапты біз кітап қазына жобасы бойынша мектептерге сыйға тартып, және де кітап оқу жарыстарына қатысуға ұсыныс жасап жүрміз. Ең бірінші кітап Өзбекәлі мәдени майдан, екінші кітап Қаныш ғылыми майдан, үшінші кітап Бейсенбай және әдеби майдан, төртіншісі Жұмабек жер майдан, бесіншісі Бейсен және болмыс. Одан кейін Алма Құрбаева апамыздың ұлттық мектеп, кейінгі ата-аналарға, мұғалімдерге өте керекті кітап Сейілбек Мырзабай ағамыздың балалықтан даналыққа кітаптар. Ал енді неге біз бұл кітаптарды алдық? Әрқайсысына жеке тоқталмай-ақ қояйын, бірақ Өзбекәлі және мәдени майдан кітабын оқығаннан кейін Өзбекәлі атамыздың өмірлік жолын біліп, ерліктерін, жасаған жетістіктерін барлығын білгеннен кейін бір өзіме сұрақ туындады. Енді мен не істей аламын деген. Және де бұл сұрақ көптеген Қазақстандағы қазіргі кездегі ағартушылық жолында жүрген, осы кітап бағытында жүрген адамдардың көбінде туындады деп ойлаймын. Сондықтан бірінші кітап Өзбекәлі және мәдени майдан. Ал енді тек қана кітап қана оқып қоймай, бұны көріп тыңдап отырған болсаңыздар, кітап оқыған бір бөлек, бірақ оны одан кейін жиналып, орта болып,
талдаған, талқылаған екінші бөлек. Сондықтан осы Қарағанды қаласында да көптеген кітап клубтары бар. Ол Ұлағат оқырман клубы, Үкілі үміт клубы, Ұшқан ұя клубы, тағы да басқа кітап оқырман клубтары бар. Сол кітап оқитын клубтарға барып, сол клубпен бірге кітап оқып, бірге талқыласаңыздар, ол нұр үстіне нұр деп ойлаймын. Енді уақытты тиімді пайдалану бойынша көп ойлайды, әр сағатты жазып алып, әр сағатқа бір іс-әрекет жазып, соның барлығын орындаса, ол уақытты тиімді пайдалану деген. Менің ойымша, адам күніне бір өте маңызды, екі орта маңызды, одан кейін үш жалпы істеу керек дүниелерді жасау керек. Қалғандары автоматты түрде болып кете береді. Мысалға алатын болсақ, ең бастысы сізді жетістікке жеткізетін немесе бүгінгі жалпы жоспардағы мақсатты орындайтын ең маңызды не шаруа бар, соны орындасаңыз, қалған дүниелер өзде болады деп ойлаймын. Жалпы жастарға дейміз, бірақ адамдарға бір ғана кеңес беретін болсақ, ол өзіңізді таныңыз. Өзін-өзі тану, Құдайын тану деп айтып жатады. Дегенмен көбі еліктеп басқаларға ұқсағысы келіп жатады. Бірақ бізді Құдай барлығымызды уник немесе юник деп жаратқан, әрқайсының өзінің таланты, дарыны немесе осы істей алатын қабілеттері болады. Соны дамыту керек. Мысалға, біреуге харизма берген, біреуге өте керемет сөйлей алады, біреу қолынан өнер келеді, біреудің қолынан немесе ұйымдастырушылық қабілеттері келеді. Көп алады да оны ысырып тастайды да басқа дүниемен айналысып жатады. Сосын көптеген қиындықтарға тап болады. Ол дәл мынандай мысал, сізге Феррари берілді, сіз Феррариға отырып аласыз да Жигулидің жылдамдығымен келе жатасыз. Неге? Харизмаңды, қасиетіңді, қабілетіңді барлығын қолдан Құдай сізге берді ма? Жаса. Өзіңді таны, өзіңнің кім екеніңді таны, ер болсаң ер екеніңді, әйел болсаң әйел екеніңді, жалпы қай салаға бейімділігің бар, сол бейімділігіңді аш, өлең айта аласың ба, өлең айт, істік аласың ба, істік. Қандай кішкентай кезіңнен істеп жатқан бағанағы бала шақ не жақсы көрдің, болашақта соны қолдан.